Сәлем достар, сіздермен бірге мен Ибраһим Қуанбек ағасы. Игра в кальмара екінші сезон ойынның барлығы сұрақ болады. Барлығы 30 сұрақ, табуға 10 секунд беремін. Жақсы тапқандарға бесімді қоямын. Ойындар қай елде өтті? Корея. Таптыңыз ба? Мына кейіпкердің нөмірі қандай? Бірінші ойын. Ш деген. Мына қыз неден өлді? Ара. Жалдаушы қанша лотереялық билет сатып алды? Тауып көріңіз. 100 билет. Қайсысы 125-ші нөмірлі ойыншы? Бірінші, екінші, үшінші. Бірінші ойындағы 125-ші нөмірлі ойыншы. Басты кейіпкердің аты кім? Сон Ки-хун, Пак Кин-сок, Пак Чон-бе. Дұрыс таптыңыз ба? Сон Ки-хун. Бұл қандай ойын? Красный свет, зеленый свет. Сон Ки-хун не себепті екінші рет ойынға қатысты? Ойынды тоқтату үшін. Үшінші ойында неше раунд болды? 5 раунд болды. Финалдық сыйақы қанша вон болды? Үшіншісі 45,6 миллиард вон. Қара костюмдегі маскасындағы квадрат бейнеленген солдаттың қызметі қандай? Біріншісі офицер. Таптыңыз ба? Мына ойыншының шашының түсі қандай болды? Бұл өте оңай сұрақ деп ойлаймын. Көргендерге рахмет, көрмегендерге алғысым шексіз. Күлгін түс. Екінші ойында қанша қатысушы болды? 110 қатысушы болды. Күзетшінің маскасындағы шеңбер нені білдіреді? Жұмысшыны білдіреді. Үшінші ойыннан соң қанша қатысушы қалды? 100 қатысушы қалған екен. Бұл қандай ойын? Әрине, бұл шестиноги пентатлон. Екінші жауап. Бұл ойыншы басты кейіпкерге кім болады? 1 інісі, 2 ағасы, 3 досы. Таптыңыз ба? Досы болып келеді. Бұл кім? Таныс. Мына ауыр аяқ ойыншының нөмірі қандай?
222 нөмірлі ойыншы. Танысты кім өлтірді? 333 нөмірлі ойыншы өлтірді. Бірінші ойында ойыншыларға алаңды кесіп өту үшін қанша уақыт берілді? 1 8 минут, 2 5 минут, 3 6 минут. 5 минут берілген екен. Жалдаушы баспанасыз адамдарға қандай таңдау берді? Булочка не лотереялық билет. Бұл кім? Әрине, бұл 333 ойыншы. 333 танысты немен өлтірді? Пышақ, вилка, тас. Әрине, вилкамен. Сон Ки Хунның командасының ұраны қандай болды? Победа любой ценой. Мына ойыншы қай жағынан мықты болды? Автомат атудан мықты болған екен. Бүлік кезінде ойыншылар қай күзетшіні кепілге алды? Квадрат күзетшіні кепілге алған. Бірінші ойыннан кейін қанша ойыншы тірі қалды? 365 ойыншы қалған екен. Балгер ойыншы өзін кім деп атады? Әрине, ол Шаманкой Моря деп өзін атады. Мына ойыншының нөмірі қандай? Әрине, 149. Мына ойыншылардың қайсысы арнайы жасақтың сержанты болған? 1, 2, 3. Әрине, бірінші ойыншы сержанты болған екен. Киномыз ойнаса, яғни ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіз. Сау болыңыз.